Ал спорт жаңалықтарымен әріптесім Самат Қанағатов таныстырып өтеді. Құрлықтық хоккей лигасын сәтті бастаған Барыс командасының жетістігі қазір көпшілік аузында. Біреулер астаналық команданың жеңістері кездейсоқ деп жатса, екіншілері заңдылық деседі. КСРО құрамасының сапында екі дүркін олимпиада чемпионы Борис Майоров қазақстандық ұжымның жеңісі уақытша. Болып өткен 7 ойынның басым бөлігін өз алаңында және ортаңқол командаларды жеңді. Алдағы уақытта Динамо, ЦСКА және Ақ Барыс сынды клубтармен кездескенде қазақстандық команда олардан аса алмайды деді. Өз кезегінде Қазақстан хоккейінің ардагері Вадим Куликов бақ өкілдеріне берген сұхбатында Барыс клубының жеңісі заңды деп кесіп айтты. Астаналық команда сапында тәжірибелі хоккейшілер өнер көрсетеді. Ең бастысы командада ауызбіршілік бар. Сондықтан жұдырықтай жұмылған Барыс ойыншылары алдағы уақытта да жанкүйерлерін қуантады деді. Білікті мамандардың пікірі маңызды, дегенмен қазіргі уақытта қарқыны мықты Барыс командасын тоқтату әрбір қарсыласқа оңай болмайды. 7 ойында 40 шайба соғып, 18 ұпаймен Шығыс конференциясын көшін бастаған Пекка Селиннің шәкірттері келесі кездесуін 26 қыркүйек күні Донецк қаласының Донбасс клубына қарсы өткізеді. Футболдан Голландия чемпионатының 7-ші тур ойындары болып өтті. Биылғы маусымды сәтсіз бастаған Утрехт командасы тағы да ұтылды. Бұл сында Фейнорд клубына қонақ барған Ян Ваутерстің шәкірттері 1-0 есебімен ұтылып қалды. Бұл ойындағы жеңіс голын Рональд Куманның шәкірттері бірінші кезеңнің 35-ші минутында соқты. Қонақтар қорғаушылардың қателігін сәтті пайдаланған Тринидада де Вильяна команда қоржына 3 ұпайды салып берді. Бұл жетістігінен кейін 10 ұпайды олжалаған Фейнорд командасы турнир кестесінің 8-ші сатысына көтерілді. Самат Қанағатов, Астана телеарнасы.